бізге мынандай функция берілген y тең минус 1,2x қосылған b. Және бұл функция мына а нүктесінен өтеді. Бұл жерде бізде b-ны табу керек. Осыны қалай табамыз? Ең алдымен мынандай графикта біз а нүктесін тауып үйреніп алайық. Оны табу үшін мынаны қараңыздар, мына жерде 2 және 3 деп тұр ғой. Бұл дегеніміз мынау бірінші тұрған бұл x-тегі, x өсіндегі мәні, екінші тұрған бұл y өсіндегі мәні болады. Сонда біз x-ті сызайық, мынау x өсі, мынау y өсі. Енді қараңыздар, сызайық мына жерге, мысалы 0, 1, 2, 3, 4 арға кете береді. Жоғарысына да 1, 2, 3, 4. Ал мына асты жағы минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 болып кете береді. Ал мына жағы да минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5 арға кете береді. Мен 4 тағын жазсын. Ары қарай қазірше керек емес. Енді қараңыздар, мына жерде x 2-ке тең. Осыны қайт табамыз. Міне x өсі мынау бізде. Осыдан 2 табамыз. Міне 2. Ал y өсіне қанша? 3-ке тең. Y өсінен 3 табамыз. Міне. Енді осы 2 мен 3-дің қиылысқан жерін табамыз. X-тен 2, Y-тен 3. Мына точка. Яғни, мына жерге қараңыздар. X-тан 2 жылжисыздар, Y-тан 3 жылжып, екеуінің бір-біріне қиылысқан нүктесін табамыз. Бұл нүкте бізде А нүктесі болады. 2-де 3. Енді графигіміз, енді бұл дегеніміз графигіміз әртүрлі осы сызық, осы точка арқылы өтеді, яғни осы нүкте арқылы. Сәл жаңылыспай қалды. Былай немесе керісінше әртүрлі болуы мүмкін. Қалай да өтсе де осындай осы нүктеден өтеді. Ал енді біз қазір b-ны табамыз. Тауып болғаннан кейін болашақта түсінікті болу үшін графигін сызамыз. Ал мынаны b-ны табу үшін қайтеміз? B-ны табу үшін ең оңай нәрсе ол мына жерде x орнына мынау өзінің мына мәнді, y орнына мынау өзінің 3 деген мәнді қоямыз. Яғни x тең 2, y тең 3. Енді мынаған қоя саламыз. Сонда 3 тең минус 1,2 көбейтілген 2 қосылған b болып қалады. Сонда 3 тең минус 1-де 2-ні 2 өтсек, минус 2-де 4 қосылған b. 2-де 4-ті теңдік мына бетіне өткізіп жіберсек, плюс 2,4 болады. Сонда b тең 5,4. Міне. Негізгі біз несиеміздің жауабы осы. Бірақ біз мына функцияны ары қарай салып көрейік. Оны салу үшін былай жасаймыз. Мынандай кішкентай кесте құрайық. Кесте құрайық. Мына жерге x-ті мәні, мына жерге y-ті мәні. Бірінші нүктеміз 2-де 3 нүктесі, келесі 0 берейік. 0 беру өте оңай, себебі 0-ді кез-келген санға көбейтсең 0 шығады. Ал мына жерге 0 берейік. Y тең x орнына 0 бердік. Минус 1,2 көбейтілген 0 қосылған 5-те 4-те b-мыз. Сонда қанша болады? Y тең минус 1-де 2 0 көбейтсек 0, y тең 5-те 4 болады. Y тең 5-те 4. Осы нүктені табайық. 0-де x-тан 0, ал y-те 5-те 4. Мына 5, 5-те 4 дегеніміз мына жер. Яғни 0-де 5-те 4 мына нүкте. Енді қараңыздар, осы жерде мынау екеуін осылай осы сызық, яғни осыны ары қарай сыза береміз. Менде мынау линейка болмағаннан кейін дұрыс сызылмай тұр. Примерно осындай болады. Графикті сызу үшін минимум бір 2 нүкте тапсаңыз, 2 нүктені қосаңыз сызық сызылады. Сол теңдеудің функцияның графигі болады.
міне ары қарай мысалы мына нүктені тауып көрейікші. y0 болады, мына жер 0 дейік. 0 тең минус 1-де 2x қосылған 5-те 4 тауып көрейік. 5-те 4-ті мына жаққа жіберсек минус 5-те 4 тең минус 1-де 2x, x-тен 5-те 4 бөлінген 1-де 2 минустар қысқарып кетеді. 5-те 4-ті 1-де 2-ге бөлсек 4 жарым шығады екен. Міне x. Сонда мына жер 4 жарым деп жазайық. Сонда x 4 жарымда міне қараса 4 жарым және 0 уже шығып жатыр. Кез келген мәнін қойсаңыздар, осы графиктің бойында шығатын нүкте. Мына жер немесе мына жер, әртүрлі мына жер осылай кете береді. Осылай жоғарыға кете береді. Міне функциямыздың графигі осындай. Енді келесі жолы біз кішкене басқаша түрленген есепті шығаратын боламыз.